Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен бірге мен Гүлнұр. Бүгін осындай жұмсақ, күшті бельгийский вафли жасаймыз. Бізге ол үшін керек 200 грамм ұн, 1 чайная ложка сода, сливочное масло, қант, сметана, жұмыртқа. Барлығының мөлшерін жазып қойдым. Бізде сода кішкене уксуспен гасить етіліп алынған. Жұмыртқамызға қантымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Қант бізде тоқтай еріп кетуі қажет. Содан кейін сметанамыз саламыз. Сливочный майды да ерітіп дайындап қойды ұмытпаңыздар. Бәрін жақсылап араластырып алғаннан кейін содамыз саламыз. Соданы да 1-2 минут толықтай араласқанша қозғаймыз. Одан кейін үстіне еріп тұрған сливочный майды құйып, барлығын тағы да жақсылап мұқият араластырып алғаннан кейін ұнымызды саламыз. Менде өзі вафли режимында тұр, сол бойынша пісіремін. Сіздер өздеріңіздің үйренген режимдарыңызда пісіресіздер. Міне, вафлеміз пісіп шықты. Біз бұны кез келген сироппен немесе шоколадпен, фрукты, ягодымен де жеуімізге болады. Ас болсын.